Бүгін біз сіздермен апельсин шырынын істейтін боламыз. Ең алдымен 2 апельсинді жуып, оны мұздатқышқа 2 сағатқа қоямыз. Және оны 2 сағаттан кейін майдалап кубик қылып тураймыз да блендермен ұсақтап пюре шығарамыз. Бізде осындай пюре шығады. Енді оны банкаға құямыз. Құйғаннан кейін оның үстіне салқын қайнаған суымызды құямыз. Және де 5-10 минутқа қалдырамыз. Оған кейін келесі банкамызға марль төсеп, оны дайындап қоямыз. Және оны қатты ұстап тұрыңыздар. Сосын оған барлық массамызды құйып, марльімізді сығып аламыз. Және осы массамызды 2 банкаға бөліп, оның үстіне қант салып, лимон қышқылын салып, үстіне қайтадан қайнаған салқын суымызды құйып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қалдырамыз. Осымен біздің шырынымыз дайын. Бұл өте оңай әрі пайдалы шырын. Егер видео ұнаса, лайк басып, біздің арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де салқындатып ішіңіздер.